Бақытты әке болудың кілті неде? Заманауи ата-ананың келбеті қандай? Осы және өзге де тақырыптар қалалық әкелер форумында кеңінен талқыланды. Әке отбасының тірегі атты бас қосуға Астана, Ақтау қаласынан келген спикерлер арнайы қатысты. 250 адамды қамтыған кездесуді Дарын балалар хоры әке ана әнімен ашып берді. Әкелерге арналған мұндай форум қала деңгейінде алғаш рет өткізіліп отыр. Асқар әкенің тәрбиесі, отбасындағы рөлін бүгінде қоғам бұл талқылағанның өзі дұрыс емес. Әрбір ер азамат үйленгеннен кейін барлық жауапкершілікті өз мойнына алып, әйелі мен баласына аманат ретінде қарау керек деген ойларын ортаға салды спикерлер. Бүгінгі шарамен баршаңызға қалалық мәслихат депутаттарының және өз атынан жүргізген құттықтаймын. Енді бұл дейтін өзекті мәселе деп ойлаймын. Әке бүгінгі күннің қалай айтсақ болады, батыры десек болады. Осы отбасын қазақта айтады ғой, елі болады десең, бесігін жүр дейді. Сол барлығы ұрпақтан басталады. Бұл ешқашанда кеш емес, жаңа келген ұрпаққа. Бейбастақ қылып өсірсе қылығын кінәлі әке жазығы жоқ құлының дейді. Сонда біздің баламыз алдымыздан ғана тәрбиесі болса, көргенсіздеу болса, әдепсіз болса, оған кінәлі әке. Жиында спикерлер мен қатысушылардың арасында қызу пікірталас болды. Бірі әкесіз өскен қаншама атақты тұлғаларды мысалға келтірсе, енді бірі әке баланың қорғаны, ол отбасының бар ауыртпалығын көтеретін, асырап бағуға да, жақсы тәлім-тәрбие беруге де міндетті деді. Алайда барлығы бір ауыздан әке мен баланың арасындағы қарым-қатынасты реттеу үшін әкелер мектебін құру керек деген тұжырымға тоқталды. Осы 18 мектептің, сонда ата-аналар кеңесінің әңгімесінде мүшемін. Кейде бір жиналысқа шақырамыз ғой, сонда керек әйел жолдастар керек, қарындастарымыз керек, ер адамдар көп көрмейді. Әкелері туралы көбірек әңгіме қозғау керек. Әке деген бойыңда аққан қаның, шыққан тегің. Бір өкініштісі, бақытты отбасылардан гөрі толық емес отбасылардың қатары күн санап артуда. Сотқа күніне 15 арыз келіп түссе, соның 13-і ажырасу ісі бойынша дейді қалалық соттың судьясы. Әкенің баласына қалдыратын ең үлкен мұрасы оның жақсы тәрбиесі. Сондықтан әкені құрметтеп қастерлеу үшін ер азаматтар тек материалдық тұрғыдан емес, жанұясына көңіл бөліп, бала тәрбиесіне үнемі араласып отыру керек деген де пікір айтылды. Сәуле Жолманбет, Шыңғыс Жанболатұлы, Жаңаөзен ақпарат.